Парижасы осүйдің жанға үймен сілек қамада ұсынамыз аялы алақанға күміс сен секілді ханға берген болашақта бақытты тосамадан үлкен өмір басталды осыдан осы әулеттің тәп-тәтті жәнеркесі аттап алып босанды. Жәнерке, сенің жоқ мән білемін, елестеттің күндердің таңды өмір. Ақ жүректен аттайсың анашымның суырына кеткендей ақ жүрегім. Мәңгілік бақыт тілеймін жылдарына, шыға берші өмірдің шыңдарына. Жүзіңнен ешқандай мұң көрмейікші, біз сенің сеніп тұрмыз бір жарыңа. Үлкендердің батасынан жүрмін, шырағын талай қойдың жағып жүрмін. Талай қызды қондырды ұясына, ақ еркемдей әуезді әнім көрмін. Жәнеркеме әкелген сыйлығым бар, салт дәстүр жұрағының бәрін білдім. Өз қолыммен ұзатқан қыздарымның мойнына күміс алқа тағып жүрмін. Өмірдің батыл жолында екеуіңе де жол болсын. Жәнерке, жаным сіңілім, әрбір қадамың оң болсын. Тыныштықтарың бұзылмай, ұрыстықтарың зор болсын. Махаббаттарың берік болып, мәртебелерің зор болсын. Сарадай ақын апаның айтқан тілегі сол болсын. Байқайтын Жәнеркемнің қылығы бар, бойында қызға біткен ұлы бар. Жәнеркені бұйырса ұзатамын, сараны қыз ұзатар сынығы бар. Ел сатқан арулар жаман болмас, ақынның алға берген тұғыры бар. Сіздерді қайдан өзімді тұрмайым болса, осындайда жүрегімнен жеп кетеді. Өйткені өзіміз отырған қыздарымның әрқайсысы менің туған сіңілім сияқты. Мен кез келгенде бейге қарамаймын. Өйткені бұлар бір әсірелеу емес. Ертең күні шынар өтіп, күндер өтіп, Жәнерке сені кім ұзатты дегенде, бұлар ақын саран тоқтамы сабағын ұзатты деп, сандығының тұрмышылар ұқсады. Елді болсын, ендегі соларға естелік қылып, дәстүр болып, салт дәстүр болып бір-біріне ұсынып жүрсе деп, өзімнің жүрегімнен шыққан қаласынан туындаған дүние. Рұқсат етсеңіздер, өзімнің сөзіме жазылған, бүгінгі Жәнеркеге арналғандай, ақ еркем, жан еркем деген әніммен ақ еркемізді ұзатуға